Так, үйдің қасынан старт бастаймын екен. Құрылысшылар күніне, өзімнің туған күніме арналған қысқа велопробег. Так, мен енді бір 10-12 километрдей жүрдім. Мынау Бейнеудің астық терминалының тұсында тұрмын. Терминал. 10 жылдай жобамен жұмыс жасады. Жақсы болды. Тек қана аудан халқы басқа жерлерден кетеді. Қазір жабық. Мынандай кезде өте керемет көмек болар еді. Так, жобамен 45 минутта Бекет ата мешітінің тұсына келдім. Бейнеудегі. Енді артында тұрған Бейнеу деген белгі. Бүгін осы Ақтау бағытына қарай шықтым. Енді басқа бағыттарға да шығам. Бейнеу 9 жолдың торабы 3-4 бағытқа қарай шығып қайтамыз. Зауыт белгі. Кіреберіс қақпа. Осылай. Ayırmadan Сигектен басқа ештеңе. Соған машиналар келеді. Жолда мал бар, проблема қылатын еді. Енді мал келмейді. Олар едінші міне ар жағында, бер жағында ит сигек, ар жағы адыраспан. Мал жеп шөп жоқ жолдың естуімен теміржол, асфальт жолмен теміржолдың арасында Мінекей мына аттарын көріп тұрғандай Әли Балта палуан атындағы орталық стадионда мен бүгінгі вело марш марафон емес марш қойып сонда аяқтайын деп отырмын. Бүгін 7 тамыз. Ертең құрылысшылар күні. Сол құрылысшылар күнінің алдында баяғыда физкультурашылар күні деген болады. Міне сол бүгінгі пробег стадионның ішімен физкультурашылар күніне арналады. Физкультурашылар күнінде комсомолдың кезінде баяғы Саналбек үлкен марафон ұйымдастырып кезінде соғанда қатысқанбыз.
орын алғанбыз. Саңабек, Құлбек, Қыздарбаев, физкультурниктер жарысып. Сондай, міне. Так, менің ауда бір енді спорттан әлі қалмағанымыздың бір белгісі болсын деп әли Балта Палуан атындағы стадионда бүгінгі физкультурашылар күніне, құрылысшылар күніне барлық құрылысшыларды төл мерекелерімен құттықтаймын. Құрылысшылар құтты болсын. Сондай өз-өзімізді жеңіп тұратын жеңістеріміз көп болсын. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау.